желтоқсанда жасаған, Жаңаөзенде жасаған адамдар біздің қатарымызда жүр, және жай жүрген жоқ, олардың көбісі өсіп те кетті. Сондықтан оларға ол сөздің бәрі оқтай қадалатын шығар. Біреуіміз мереке есебінде қабылдайтын шығармыз, біреуіміз сол күні үйімізге тығылып отыратын шығармыз. Жұрттың біреуі менің бетіме түкіріп жібере ма деп. Бұған кім әкелді, кім кінәлі, соларды жауапқа тарту сияқты дүниелер біз оған жетпек түгіл. Досаға айтып отырғандай, ол тұлғалардың бірталайы әлі күнге шейін парламентте жүр, бірталайы билікте жүр, үлкен бизнесте жүр, тағысын тағы. Меніңше тарихи нақты болмысқа келетін болсақ, сол кезіндегі 25 қазандағы тәуелсіздік декларациясы қабылданған күнді біз тәуелсіздік күні, республика күні деп жариялауымыз керек те, мына 16-17 ол енді қайғы қасірет. Кезінде жарияладық та, кезінде атап өттік та. Иә, сондай болсын. Меніңше соған келу керек сияқты. Өйткені қалай болғанда да сол күндері Жаңаөзен, желтоқсанға қатысты құран бағышталады, қайғы, қасірет, еске алу, аза тұту. Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар. Бүгін біз бәрімізге аса қажетті, бәрімізге белгілі бір үш мәселенің төңірегінде әңгіме қозғайын деп отырмыз. Бұл тәуелсіздік, бұл желтоқсан, бұл әрине Жаңаөзен осыларменен қатар. Бүгінгі біздің студиямызда Әміржан Қосанов, Расул Жұмал және мен Дос Көшім. Бұлардың бәрін біріктіріп отырған себебімізді бәріміз де білетін шығармыз, бірақ мынандай бір сұрақтан бастағым келіп отыр да, осыны шындығында да бір қуанышты, мерекелі күн ба, жоқ әлде бұл аза қайғылы күн ба? Бұл біздің батырлығымыздың, қайсарлығымыздың көрінісі ме? Жоқ әлде біз қатты жазаға ұшырап, сапер күрегіменен, дейміз, таяқтан қан болған күніміз ба? Осы туралы әртүрлі көзқарас айтылып келе жатыр. Иә, желтоқсанды көтеріліс деп мойындаймыз. Бірақ дегенменен келешек ұрпаққа бір сөзбен қалған уақытта біз бұны қандай дата деп, бұны қандай күн деп айтуымыз керек? Өте қиын сұрақ. Өйткені тәуелсіздікті ешкім тәрк ете алмайды ғой. Осы күндері мысалы мемлекет тәуелсіздік күні деп барлық дайындықты жасап жатыр, марапат жасап жатыр, ертең аталады. Бірақ меніңше тарихи нақты болмысқа келетін болсақ, сол кезіндегі 25 қазандағы тәуелсіздік декларациясы қабылданған күнді біз тәуелсіздік күні, республика күні деп жариялауымыз керек те, мына 16-17 ол енді қайғы қасірет. Кезінде жарияладық та, кезінде атап өттік та. Иә, сондай болсын. Меніңше соған келу керек сияқты. Өйткені қалай болғанда да сол күндері Жаңаөзен, желтоқсанға қатысты құран бағышталады, қайғы, қасірет, еске алу, аза тұту. Тіпті біз кезінде бір ұсыныс жасағанбыз осы партиялардың қатарында жүріп, 1 минут үнсіздік, мысалы Израильда сондай не бар, тәжірибе бар. 1 минут үнсіздік, бүкіл мемлекет 1 минут үнсіздік еске алады. Желтоқсан, Жаңаөзен, бәлкім басқа да саяси құрбандарды, біздің мына саяси құрбандарымыз бар, Заманбек, Алтынбек, Асхат Шәріпжанов секілді, Батырхан Дәрімбет сияқты. Меніңше сондай бір катарсис болу керек та, адам қалай мойындау керек қой. Осы күнге дейін билік әлі желтоқсанға да дұрыс тарихи баға бере алмай отыр. Ана баяғы саяси бюро жоқ, Горбачев жоқ, КПСС Совет одағы құрдымға кетті. Соның өзінде соны елесі әлі Қазақстанды кезіп жүр. Себебі сол дейміз, желтоқсанда жасаған, Жаңаөзенде жасаған адамдар біздің қатарымызда жүр, және жай жүрген жоқ, олардың көбісі өсіп те кетті. Сондықтан оларға ол сөздің бәрі оқтай қадалатын шығар. Біреуіміз мереке есебінде қабылдайтын шығармыз, біреуіміз сол күні үйімізге тығылып отыратын шығармыз. Жұрттың біреуі менің бетіме түкіріп жібере ма деп. Жалпы негізі кез келген ұлтты ұлт ететін, бұл оның тек қана бір жетістіктері, жеңістері ғана емес. Осындай тарихындағы қиын сәттер, қуғын сүргін, түрлі алмалы төкпелі заман, жаңа Израильді мысалға келтірдіңіз, Холокосты жыл сайын еске алатын. Бүкіл дүние жүзіне мойындататын. Барлық ресми делегацияларды, өкілдерді шетелден келген міндетті түрде сол Холокосттың музейіне апаратын. Я болмаса Жапония қазір жаңағыдай дамудың биігінен көріп отырған Хиросиманы жыл сайын еске алып, жаңағыдай үнсіздік танытып, бұларды еске алады. Яғни сол арқылы ұлт ұйысады. Сол арқылы өзінің бұған дейінгі тарихын түсінуге қандай қиын сәттерден өткендігі, сол қасіретті ұмытпайтындығы,
одан сабақ алатындағы және сол қасірет неліктен болды дегенді түсініп барып, осындай қасіреттің болмауы. Осы тұрғыда мен мына нәрсеге назар аударайын деп едім. Жаңағы алдымен 86 жылғы желтоқсан оқиғалары, арада қаншама жылдар өтті, 30 жылдан астам уақыт өтті. Әлі күнге шейін сол оқиғалардың шын мәнісінде толыққанды саяси бағасы берілген жоқ. Оның алдындағы оқиғаларды айтпай-ақ қойған, қуғын сүргін болсын, ашаршылық болсын, әлі де қазақ билігінің тәуелсіз ресми түрде саналғанымен, егеменді саналғанымен, өзінің дербес ұлттық көзқарасын, саяси көзқарасын білдірмей отырғандығының бір көрінісі. Осы желтоқсанға біздің көзқарасымыздың әрқалай болатындығы. Екіншісі, сол саяси бағаның артынан жауапкершілік деген мәселе болады. Бұған кім әкелді, кім кінәлі, соларды жауапқа тарту сияқты дүниелер біз оған жетпек түгіл. Досаға айтып отырғандай, ол тұлғалардың бірталайы әлі күнге шейін парламентте жүр, бірталайы билікте жүр, үлкен бизнесте жүр, тағысын тағы. Екінші, және тарихтың тағы бір тағылымы қайтарымсыз не жауабы, не кінәсі мойындалмаған кез келген қылмыс ертелі мен кешпе қайталанады деген әңгіме. Тек қана осы қылмысты ашып, жауапкершілігін сол кінәлі тұлғаларға басып, жауапқа тартқаннан кейін, бұдан кейін қайталанбауға жағдай жасайды. Өкінішке орай 86 жылғы оқиғаларға біздің билік деңгейіндегі немқұрайлықтың арты бір себептерінің ішінде Жаңаөзен қырғынына алып келді. Дәл сол жендеттік істерді көрдік, дәл сондай қантөгістік көрдік, дәл сол жастар мен халықпен санаспауын көрдік, қылмыс қайталанды. Жаңа тарихи деңгейде бұған дейін енді Совет одағын, өктем КГБ-ні айыптап келген болсақ, осы ретте Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына болған оқиға, өте қасіретті оқиға, және бұған да саяси бір баға беруден әлі тартынып отырған жағдайымыз осы. Сондықтан менің ойымша кеште болса әрине бұл мәселе жасалады ғой. Әрине бұл баға беріледі, бірақ әркез шегеріп отырғанымыз, әркез жаңағыдай желтоқсанның оқиғаларының, желтоқсан көтерілісінің алдында қайта жастарды лек-легімен жаңағыдай демалысқа жіберуі, әлде сескенуі, әлде бір нәрсе болуы, сол ескіліктен арыла алмай отырған элиталарымыздың бүгінгі жағдайы. Сондықтан меніңше осы 28 жыл өзіміздің баяғы емес, байырғы емес, осы 20 ғасырдың аяғындағы, аяқ шегіндегі оқиғаларға тіпті баға берілмей отырғанымыз біздің шын мәнісіндегі тәуелсіз мемлекет ретінде құрыла алмай отырғанымыз, оны баянды ете алмай отырғанымызға үлкен өзінің жаңағыдай кері әсерін тигізіп отыр. Бұның тағы бір кері әсерін тигізіп отырғаны, біз енді ұлтаралық татулық дейміз, тұрақтылық дейміз ғой. Мен осы мәселені бір рет Алматы қаласында да басқа жерде де ассамблеяның мүшелеріне айттым жиналған уақыттарда. Жігіттер, сендер 17 күні біздердің бәріміз шығамыз, гүл қоямыз, Құран оқимыз. Сол уақытта сендер неге біздің қасымызға келіп тұрмайсыңдар? Себебі бұл Қазақстанның тарихы. Сендер тарихымыз бір дейсіңдер, дағдырымыз бір дейсіңдер, жақсы сөздерді айтасыңдар. Мейлі енді қазақ тілін білмей-ақ қойыңдар. Бірақ сонда біздің қасымызда шешендер тұрса, папақылар менен, орыстар тұрса, ұлттық киімдерін киіп шығады ғой. Анау концертке киіп шықпаңдар, сол жерде біздің қатарымызда тұрыңдар. Сонда не дейміз, ұлтаралық достықтың ең бірінші нақты көрінісі болады. Бізді сыйлап келіпті ғой мыналар, біздің тарихымыз, мына біздің желтоқсандықтарды бұлар түсініпті ғой деген. Қазір баратындардың бәрі қазақтар, бұл қазақтың мәселесі сияқты да. Шындығында да бұл мемлекетті алғаш құруға бір талпыныстың бір түрі. Бұл осы қазақтың сан ғасырлар бойы аңсаған нәрсесі деген. Екінші мәселе, менің ойымша, көп айтамыз, бірақ жасалатын нәрсе онша көп емес. Мысалы, осы күнді нақтылап белгілеу, тарихи желтоқсан көтерілісі күні деп. Желтоқсанға қатысқандардың көбісі қазір өте қиын жағдайда жүр. Денсаулық, басқа мәселе. Осылардың бәріне жеңілдіктер беру. Ол аз қалды, ол азаматтар, ол жігіттердің, қыздардың көбісі. Осыларға жеңілдіктер беру, ол да түкке тұрмайтын мәселе. Содан кейін және ең басты мәселе, осыны істеген адамдар қасымда жүргенді білеміз ғой. Солар ең болмаса халықтан бір кешірім сұраса. Осындай жағдай болып еді. Кешіріңіздер деп. 1300 дейме адам награда алды. Соны басқанышы желтоқсан көтерілсін. Соның 13 адам ғана өзінің ордендерін тапсырды. Әкеп. Болды, басқалары әлі отыр. Демек, солардан мен қорқамда, ертең менің балам көшеге шыққан уақытта олар дайын отырды. Өйткені олар мойындаған жоқ. Олар жаңа желтоқсанның мәселесін мойындаған жоқ. Олар жаңа билік хап десе, иттер сияқты қабайын деп отыр. Солар өздерінікін арылу дейме бұны?
бір катарсис дейді ғой. Бұл сондай арылу деңгейі жоқ. Осы 3-4 нәрсені жасаса, бұл мәселеде халықты біріктірудің бір құралы болар еді. Бұл қазақ ұлтының және қазақ мемлекетінің өзінің бір тарихындағы осындай 15 республиканың ішінде ерекше ерлік көрсетіп тоталитарлық жүйенің не дейміз жаңағы іргетасын ыдыратқанының соны мақтана отырып біргер едік. Қазір біз екі бөлек. Билік жаңағы біздің айтқан нәрсемізді қабылдамайды. Өйткені билік сол уақыттарда жаңағы біз тұратын арматура дайындап отырды. Ең болмаса айту керек еді, ойбай сол арматураны бекер дайындап жігіттер деген нәрсені естіген жоқпын. Меніңше шындықтың айтылмауына екі фактор бар да, екі себеп. Біріншіден, фамилиясын айтпай ақ қой, белгілі бір осы желтоқсан оқиғасында Қазақстанның басшылығында болған бір азамат, осыдан біраз уақыт бұрын, ол енді қазір өмірден өтіп кетті, сол біраз уақыт бұрын мені үйіне шақырып кітабын берді. Өмірбаян. Сонда мен бір-ақ сұрақ қойдым. Оқуға тұратын кітап па, оқуға тұрмайтын кітап па деп. Күлді, оқымай-ақ қой деді. Өйткені менің күткенім жаңа желтоқсанға қатысты бұл кісі не айтты, өйткені басы қасында жүрді. Сонда ол кісі айта алмай кетті да, айта алмай кетті. Бәлкім бір жерінде жатқан шығар, баласына, немересіне аманат қылған шығар, бірақ әлі айтылған жоқ. Мүмкін бала шағама салқын тиіп кетеді деп айтатын шығар, ойлаған шығар деген оймен ойладым. Екінші мәселе бұл жаңа ішкі себеп, сыртқы себеп бар. Кеше ғана Путин Ұлы Отан соғысының алда келе жатқан екінші дүниежүзілік соғыс деп жатырмыз ғой. Өздері айтатын Ұлы Отан соғысы деп айтып жүрген, соның мерейтойына қатысты жиын өткізді. Соның өзінде де ол мына тарихты қайта жазушыларға, Европарламенттің берген бағасына қарсы шығып, біздің мына Қазақстанда қазір жаңаша тарихымызға, соның ішінде Сталинге қатысты, сол кездегі соғысқа қатысты жаңаша көзқарастарға ешқайсысы сорпасы қосылмайтын ойларды айтты. Меніңше сол Кремльдің де тек қана экономикалық тұрғыдан емес, сонымен қатар бізге тарихи, экономикалық, керектен рухани әсері сол болып отыр деп ойлаймыз. Біздің неге қоғамымыз ана жолы қазақланып бара жатыр дедік қой. Ол қоғам демографиялық сипаттан амалсыздан қазақланып бара жатыр, керек болса. Ал билік оған еш нәрсе жасап жатқан жоқ, қоғам қазақлану үшін. Ал қазақлану үшін қазақ тарихына шынайы нақты баға беру керек деген ойдан басталды. Меніңше саяси ерік жігер болу керек бізде. Енді анда-санда айтып қояды, желтоқсанды ұлықтау мәселесі. Оған қатысқан азаматтарды марапаттау, бір жағдайын жасау, кейде жасалады. Көше аттары беріледі сияқты әңгімелер, бірақ содан ары бармайды. Кейбір мәлімдемелер жасайды. Мысалы, Қазақстан бұл орыс әлемі емес, оның өзінің тарихы бар. Бұл қазақ әлемі деген көңілге жағымды, бірақ ары қарай іс жоқ. Ары қарай әлі де біз өзіміздің идеологиямызды, өзіміздің ары кетпей 20 ғасырдағы тарихымызды біліп түсінуімізде, зерттеуімізде, зерделеуімізде Алаштың тағылымы дейміз бе, жаңағы екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақтың жағдайы, тағысын тағы әлі де біз Ресейдің көлеңкесінде отырмыз. Ресейдің жетегінде келе жатырмыз. Ресейге бір ерсі пікір айтудан әлі қаймығып келе жатырмыз. Осылай ұстанымда болатын болса, жаңағыдай біз қалайша өзімізді тәуелсіз мемлекет ретінде атай аламыз. Өз тарихымызға тәуелсіз көзқарасымыз болмаса, Ресейдің аударып беруімен, Ресейдің жаңағыдай көрсетуімен тарихымызды қарайтын болсақ, бұл да меніңше маңызды мәселе, және кеште болса билік орындары түсіну керек. Жаңағыдай шын мәнісінде дербес идеология, дербес ақпарат жүргізбей, оның ішінде тарихқа қатысты біз Ресейдің жаңағыдай жетегінде жүре береміз, Ресейдің отары бола береміз. Бүгінгідей соның опығын, соның зиянын Қазақстанның халықаралық имиджі тұрғысынан, ұлттық мүдделер тұрғысынан көре береміз. Және оны әлі күнге шейін байқап отырмыз. Екінші мәселе жаңағыдай жауапсыз қалған қылмыс дедік қой. Кезінде сол 86 жылғы желтоқсан оқиғаларына сіздер де қатысыңыздар, мен де болдым сол кезде. Сол алаңда шыққан жаңағыдай күшті құрылымдар, 5 қаруын асынған, сол есімде қалды да, қалай болғаны, қалай басталғаны, және бертін келеді. Тәуелсіздік алғаннан кейін 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын елімізде түрлі митингтер болып тұрады, шерулер болып тұрады. Солардың бір қатарына қатысқанда мен көретінім дәл сол 5 қаруын асынған жауынгерлер тұрады. Және мен айтарлықтай бір айырмашылықты көрмеймін. Дәл сол ашынған жастар, халық екінші жағынан соларды жаңағыдай қысуға, басып жаншуға дайын жендеттерді көріп қаламды. Жаңа өзенде сондай оқиғалар, сонда менің ойыма бір жаңағыдай бір
қарама қайшылық келеді де бірін бірі жоққа шығаратын. Не өзгерді деген. Формалды түрде тәуелсіздік алдық. 91 жылдан бері тәуелсіз мемлекетпіз деген біз мәселе, ал халық пен биліктің арасындағы мәселелерге қатысты бәлкім тақырыптар уақыт өткен сайын өзгеріп отыратын шығар. Қазаққа өзінің билігі, қазақ тілі жасасын, Семей-Палатинск полигоны жойылсын, қазақтың жері қазаққа деген әңгімелер бәлкім тақырыптары өзгеріп отыратын Әр шығар. ұлтқа өз өлшемі деген болды. Бірақ жаңағыдай бірін бірі түсінгісі келмейтіні, бірін бірі жау көретіні, меніңше бұл да үлкен бір біздің қасіретіміз. Және ең қызығы бір логика бойынша, мысалы тәуелсіздік күнінде, сол тәуелсіздік үшін қызмет істеген, тәуелсіздік үшін жаңа күрескен азаматтарды құрметтеу керек қой, солар төрде отыру керек. Бірақ өкінішке орай небір азат қозғалысының адамдары, негізінен сол уақыттарда азат қозғалысы, желтоқсан және социал-демократиялық партиясы үш негізгі ұйым болды да, сол тәуелсіздіктің жаңағы туын көтеріп шыққан саяси қоғамдық ұйымдар. Солардың бірде-біреуіне рахмет айту жоқ та сол күні. Сол күні енді әрбір жаңағы жақсы жұмыс істегендерге орден бірдеме беретін шығар. Бірақ ол тәуелсіздік күніне жатпайды ғой. Тәуелсіздік күн дегеніміз сол тәуелсіздік үшін күрескен адамдар қазір арамызда болса, солар төрге отыру керек. Ол төртте мен мысалы өзім көріп отырған жоқпын. Және ең қызығы бір кері кетіп бартқан сияқтымыз. 10 жылдығында желтоқсанның Назарбаевтың өзі келді, үлкен жиын болды. 10-15 мың адам жиналып, неде алаңда. Хасен Қожахмет ұмытпасам Назарбаевтың қасында тұрды. Одан кейін не 15 жылдық, не 20 жылдық, не 25 жылдық ешқайсы ата алмады. Халықтың жаңағы не дейміз, есінен жаңағы халықтың миынан бір осыны алып тастағысы келетін сияқты да. Тіпті 16 желтоқсанның өзін жаңа тәуелсіздік күні деп жариялаудың астарында осындай бір жоспар жатқан сияқты. Әрине, міндетті түрде екеуін қосып қойғанда ананы көлеңкесінде қалдыру керек. Міне тәуелсіздіктің күні болса, 17-сі күні қысқасы ол түкке тұрмайды сияқты. Керек десеңіздер, сол Жаңаөзен оқиғасынан кейін келесі жылы жаңағы біздің ұлт тағдырының әрбір облыстағылары мешітке Құран оқытты Жаңаөзенге байланысты. Сонда бұлардың биліктен қатты соққы алды да. Сол уақытта өздері түсінбей қалды. Енді көп адамдар, біз тек Құран оқытып жатырмыз ғой Жаңаөзендегі қаза тапқан адамдарға. Жоқ, оны оқытуға болмайды. Қысқасы билік қайта осы мәселені көтеріп, халықты біріктіретін, мемлекетшілдік, патриоттық бағыттағы жұмсаудың орнына өздері жаңағы безе қашып отыр осы мәселелерге. Әйтеуір, сәл-пәл де болса ана жерден біреуіне 3 бөлме үй беріп, 3-4 адамға үй беріп қою, 4-5 адамға сосын бір 50 мың, 100 мың ақша бергендеріне емес, бұл кей уақыттарда маған ыңғайсыздау сияқты жаңағы ақшаны не үшін беретіні. Жетеді ғой, үндемеңдерші деген сияқты нәрсе болып көрінеді да. Енді методологиялық тұрғыдан қарасақ, желтоқсан мен Жаңаөзен қандай режимде болды? Егерде желтоқсан 86 жылы Қазақстан демократияшыл, сөз бостандығы бар, митингі туралы заңы демократия стандарттарына сай мемлекет болғанда мұндай трагедия болмас еді. Жаңаөзенде де, егерде 2011 жылы декабрьге дейін, яғни тәуелсіздіктің қанша жыл? 20 жылдығы ма? 20 жылдығына дейін, 20 жылдың ішінде тәуелсіз Қазақстан, тәуелсіздікті айтып отырмын, тәуелсіз Қазақстан совет заңнамасынан арылып, адам құқы, бостандық, митингілер, шерулер туралы заңдарды ұйымдастырған кезде, немесе жұмысшы ұжымдары, мұнайшылар өздерінің мықты кәсіподақтары арқылы өздерінің құқықтарын қолдап, жеті айма тұрмай ана жақта келіссөзге барған кезде, бәлкім бұндай трагедия қайталанбас еді. Сондықтан біз желтоқсан қандай саяси болмыста орын алды, компартия жоқ, Нұр Отан бар, бас хатшы жоқ, президенті бар, тағы не, облыстық бірінші хатшы жоқ, бірақ әкімі бар. Сіз айтқан бес қаруын асынған сол кездегі күштік органдар қазірде солай. Олардың қызметіне ешкім объектив түрде баға бере алмайды. Оның бәрі ұлттық қауіпсіздік деген бір үлкен терминологиямен кетіп қалады. Яғни ешкім құпия жасырын түрде болады. Сондықтан меніңше ешнәрсе өзгерген жоқ. Біз ешнәрсе өзгерген жоқ. Заңдық тұрғыдан, бірақ қоғам өзгерді. Ең бастысы бұл жердегі. Ол неде де болды, мысалы, Шаңырақ оқиғасында да болды, ол Жаңаөзенде де болды. Батырлар бар. Жаңаөзенде сотталып кетті, қаза тапты, желтоқсанда таяқ жеді, сотталды, жүздеген адам бәрі бар да, сол батырларды кейде көрсетіпті ғой, Қайрат Рысбекке халық қаһарманы деген атақ береді. Бірақ соны ұрған кім, соны соттаған кім деген уақытта ешкім жоқ. Бір Марстан біреу ұшып келген сияқты, жаңағыны істеп кеткен сияқты. Жаңаөзенде де солай сияқты. Дәл сол сияқты болды. Бұнау не? Бір 5 милиционерді соттады, бірақ оған кім бұйрық берді? Қандай? Ол әлі күнге дейін менің ойымша
қара таңба болып бізде тарихымызда жазулы қалды әлі. Сондықтан керек десеңіз мен мынандай қызық естідім, мен дұрыс па? Сол уақытта жоғарғы соттың басшысы болған Айтмұхамбетов болу керек, ұмытпасам Айтмағамбетов. Соның атында көше бар. Соның атында көше бар. 99 адамды соттаған адам атында көше бар да, құрметтеп. Оны кім берді, қалай берді? Енді соған берген билік, сол жердегі атқарушы билік әйтпесе мәслихат. Солар нені біледі, не қояды? Біз қазір айтып жатырмыз бұны. Бұлай да менің ойымша бұлай. Халық Жаңаөзенді де желтоқсанды да мойындады. Тарихи оқиға есебінде, көтеріліс есебінде, қанды қырғын есебінде мойындады. Билік мойындамай отыр. Бұл не деген қырсықтық? 30 жыл өтті, тәуелсіз мемлекет, өзіміздің заңымыз, өзіміздің марапатымыз бар. Бірақ осыны әлі күнге дейін менің ойымша, баяғыда мен алғаш жазған кітабымның желтоқсан туралы жазған мақалаларым басына жазған эпиграфым бар. Осы зұлымдықты жасаған адамдар кетпейінше желтоқсан ақиқат ешқашан ашылмайды деген. Мен өзім ойлаймын да, кейде соған шындығында да келеміз бе. Бірақ қазір мүмкіндік бар, қазір ашуға болады көп нәрсені. Мен жалпы конспирологияға қарсымын, бірақ бір нәрсе айтайын. Меніңше қазіргі біздің енді Қытайдың Ақордаға, Астанаға әсерін айттық қой, экономикалық, басқа да жаңағы олигархтық сипаты бар деп. Бірақ мына Кремльдің қазіргі біздің басшыларға әсерінің бір себебі бәлкім, мен ойлаймын, Доске, Расул. Сол кездегі архивтер кімнің қолында кетті? 86 ол Совет одағының қылышынан қан тамып тұрған Кремль мына біздің қазіргі әкімшілік отырған ғимаратқа емін-еркін қожайын ретінде кіріп, кез келген қағазды алып кететіндей, кез келген жіберілген телеграмма, шифровканы, жедел хатты өзіне алып кететіндей жағдай болды ғой. Яғни кез келген хаттама сол кездегі саяси бюроның, министрлер кеңесінің жиынының хаттамаларын алып кетіп, бәлкім Мәскеуде алып кетіп, бізге шантаж ретінде, саяси шантаж ретінде ұстап тұрма, кім біледі оны? Жоқ, ол бар ғой, бірақ енді халық, соны шыққан халық әлі барымыз ғой, тіріміз, бәріміз білеміз. Сондықтан ең болмаса, оларды соттау емес әңгіме, шын айту керек қой, ол жастар 70-тен асып кеткен ғой, оларды соттау емес, оларды айыптау емес, басқа бір емес қой. Әңгіме осының бәрі бірақ нәрседе келешекте осындай жағдай қайталанбас үшін аналардың ең болмаса мойындауы, халықтың алдында тізе бүгуі дейік, енді метафора түрінде тізе бүгуі дейік. Осындай мәселеге жете алмай отырғаннан кейін барып, әрине біздің де жаңағы ашу-ызамыз басылмайды. Осы күйінше қала береді, жаңағы жиналып. Сіздің жаңағы сөзіңізден шығады, тәрбиелік мәнің бар ғой. Бізде жас ұрпақ өсіп келе жатыр ғой. Егер де сіз айтқандай желтоқсанда, Жаңаөзенде шынымен де мінез танытқан, желтоқсанда ұлттық идеяны алға шығарып, жалау етіп тұрған азаматтар өмірде бар олар қазір. Жаңаөзеннің кезінде де мұнайшылар өздерінің құқығын қорғап, сол кезде құқық қорғаушыларды төрге шығарса, жас ұрпақ көреді ғой. Шынымен де, егер де біз тәуелсіздік үшін күрессек, диктатураға қарсы күрессек, бізде батыр боламыз деп олар ойлайды ғой, шынайы батырларды көріп. Қазір көреді, олардың күн көрісін көріп жүр, олардың сіз айтқандай бір тұрмыс тіршілігін көріп жүр, олардың қалай аталып жатқан жоқ, олар туралы кино түсіріп жатқан жоқ, олар туралы көркем шығарма жаздырып жатқан жоқ. Неге сондай конкурс жарияламайды? Неге бізде жыл сайын билікті мадақтаған көркем шығармаларға, көркем туындыларға жүлде береді, желтоқсанның, Жаңаөзеннің жаңағы көркемдік форма табуына бізге сондай ынталандырмайды? Үлкен сұрақ оның. Енді демек бұл айналып келгенде біздің зиялы қауым, халықты бастайтын зиялы қауым ғой, қанша ренжісек те, сынасақ та, сол зиялы қауымның әлі белгілі бір түрде оянып өзгермей тұрғанының мәселесі сияқты. Өйткені неге жаңа айтыскер ақындар неге желтоқсанға арнап бір нетпейді, бәрі мақтап, енді бір үлкен не дейміз, тарихи дата дейміз ба, тарихи құбылыс, көтеріліс мен әлі көрген жоқпын. Республикалық деңгейде желтоқсанға арналған бірдемені. Не жазушылар одағы жиналып, жаңағы желтоқсанға арналған бір не дейміз, конкурс жасап бауып, романға, повестке, документальный фильмдердің арасында жарыс жасап, енді өйткені кетіп бара жатқан тарихты жинап алуымыз керек. Ол тарихты ешкім өшіре алмайды. Әңгіме олар қолдан кетіп бара жатыр. Жаңағы адамдар өмірден өтіп бара жатыр. Өзі көрген, сол мәселеге араласқан адамдар. Олардың бәрі кетпейінше жинап алып, 30-40 жылдан кейін оның көбісінен біз айырылып қаламыз. Сондықтан бұның бәрі зиялы қауымның менің ойымша үлкен міндеті. Жақсылығын айтты, Доске, зиялы қауым дегесін айтып отырмын. Енді сол оқиға болғаннан кейін біз сол кездегі біріккен оппозициялық күштер комиссия құрдық қой. Соның құрамына Қабдеш ағамыз кірді, Мереке Құлкенов кірді, Софыс Матаев кірді. Мына зиялы қауымнан. Сосын өздеріңіз білесіздер, қазір міне 95-ке келіп отырған ұлы классик Әбжәміл Нұрпейісов үлкен конференция сөз сөйлеп, Жаңаөзенге қатысты фашистер де
қаруы жоқ, бейбіт адамдарға қару жұмсаған жоқ деген сөзді айтып, олар енді халықтың санасында қалды. Қалай болғанда да. Жақсы, онда біз бір жағы асқақ қайратпен қазақ халқына жігер беретін желтоқсан көтерілісі, тәуелсіздік үшін жасалған жұмыстар, Жаңаөзендегі қанды қырғын, сол бір жағынан әрине еңсемізді басып, содан кеткен боздақтарды әр уақыттарда сол күндері, осы күндері есімізге аламыз. Бірақ екіншіден мемлекет болу үшін, ел болу үшін, халық болу үшін ондай қанды оқиғалар басымыздан өтеді екен, өкінішке орай. Біз содан қазақ халқы қаймықпай сол жерлерде өзіміздің ұлттық мінезімізді көрсете білдік. Менің ойымша біздің ұрпақтарымызда осы оқиғалардан үлгі алу керек та, бұл екі жақтан үлгі алу керек сияқты менің ойымша. Біріншіден, әр уақыттарда шындық үшін, ұлтың үшін, елің үшін әр уақыттарда басыңды өлімге тігетіндей жағдай болу керек. Екіншіден, содан келген жаңа мемлекетімізге, содан қайталап түленген қазақ елінің осындай жағдай болмас үшін не істейміз деген мәселені менің ойымша жастарға қалдыру керек. Жастар осыны әр уақытта ойланып жүрген дұрыс сияқты. Көңіл қойып бізді көргендеріңізге, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Тәуелсіздігіміз құтты болсын, сол тәуелсіздік жолында жұмыс істеген адамдардың бәріне мен үлкен өмір тілеймін.